Ұлы жеңістің 80 жылдығы және Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына орай Келес ауданы Абай ауылындағы Әлия Молдағұлова атындағы мектепте мерекелік шара өтті. Мақсат жас ұрпақтың бойына патриоттық рухты сіңіру, сұм соғыста қаза тапқан майдангерлерді еске алу, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұловаға құрмет көрсету. Ұстаздар мен оқушылар бірге белсене қатысқан шара жайын әріптесім айтып берсін. Әлия ерліктің есімі елдіктің бесігі атты жиын аясында мектепте арнайы көрме жасақталған. Мұнда өнерлі оқушылар мен ұстаздардан құралған оркестр соғыс жылдарына арналған ән күйлерді орындады. Ал негізгі шара мемлекеттік әнұранмен басталды. Жиынның көздегені жастарға отансүйгіштік пен елге қызмет етудің маңызын ұғындыру, батырлар ерлігіне тағзым ету. Әлия Молдағұлова батырымыздың 100 жасқа толғанына және Ұлы Отан соғысының 80 жылдығымен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Қазір өте жақсы заман. Береке бірлігіміз болсын, мереке құтты болсын. Мерекелік жиында аудандық білім бөлімінің басшысы Рахат Жайлаубай ұстаздар мен оқушыларды ұлы жеңістің 80 жылдығымен құттықтады. Сонымен қатар, зейнет жасына толған мектеп директорының міндетін уақытша орындаушы Нүрия Қасымбековаға құрмет көрсетті. Халқымыздың тарихындағы ең қастерлі, ең ұлағатты күндердің бірі. Бұл мерекенің аты аңызға айналған батыр қызымыз Әлия Молдағұлованың есімін иеленген мектеп ішінде орны ерекше. Ерлік пен ерлікті шәкірттерге насихаттап келе жатқан бұл ұжым нағыз рухани адамгершілік мектебі болып табылады. Жалпы бұл ғимаратымыз 1958 жылы құрылған мектеп. Білім ордасы бүгінгі күні де өркендеп жаңаша даму үстінде. Қазіргі таңда мектепте 56 білікті педагог ұстазымыз қызмет етсе, 650-ге жуық оқушыға сапалы білім мен саналы тәрбие беруде. Шарада соғыста ажал құшқан батырларымызға арналған қойылымдар көрсетілді. Көріністерге мектеп ұжымы толықтай атсалысты. Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына арналған концерттік бағдарламаны ұйымдастырушы ұстаздар майдангерлердің ерлігі жүрегімізде мәңгі сақталады дейді. Номер 3 Әлия Молдағұлова мектебінде өтілген үлкен аудандық іс-шарамызға бүкіл ұжымымыз жәндегі аудан көлемінде өтілгеннен кейін барлық қонақтарымыз түгел келіп үлкен іс-шара өтілді. Бұл іс-шарада ұлы жеңістің 80 жылдығы және Әлия Молдағұловаға 100 жыл тақырыбында аясында өтілді. Жалпы оқушылардың, артымызда тұрған оқушылардың көрмелері жасаған. Жалпы іс-шара ойдағыдай жақсы өтті деп есептейміз. Мектеп ұжымы толықтай атсалысқан патриоттық шара ұлы жеңіс пен ұрпақтар бірлігін, құндылықтар сабақтастығы мен әскери антқа адалдықты дәріптеудің жарқын үлгісіне айналды. Мерекелік жиында оқушылар мен мектеп мұғалімдері жеңіс, отан, сарбаздар туралы әндер орындап, жиналғандардың отансүйгіштік рухын көтерді. Бүгінгі келіп жеткен ұлы жеңістің 80 жылдық және біздің мектебімізге аты берілген батыр қызымыз Әлия Молдағұлованың 100 жылдық мерейтойына арнайы бүгінгідей іс-шара өткізіп отырмыз. Бұл іс-шарамызды жоспарымызда мұғалімдер оқушыларға қалай батыр болғанын, Әлия Молдағұлованың қалай ол жолға келгенін, жастайынан әкесінен айырылып, әкесінің қуғынға ұшырап, оның атағын ақтап алу мақсатында осы соғыс жолына түскенін біз баяндап бердік. Және ұлы жеңіске қандай қиындықтармен, қандай құрбандықтармен жеткеніміз туралы мұғалімдер өздері сахнада баяндап берді. Жастарды патриоттық рухқа тәрбиелеу мақсатында бүгінгі ұйымдастырылған іс-шара жоғары дәрежеде өткізілді. Бұл іс-шара әрбір жасөспірімнің жүрегінен ерекше орын тапты деп ойлаймын. Өйткені бұл Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, алдымен біздің мектебіміздің атын иеленген Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың есімі және де басқа да батыр ата-апаларымыздың ерлігі біздің мәңгілік жадымызда. Іс-шара соңында жиынның құрметті қонақтары мектеп ұжымына алғыстарын білдіріп, мерекелік шараға жоғары баға берді. Болашақ ел қорғандары оқушыларға оқуда сәттілік тіледі. Айгерім Айтбаева, Марат Жолдас, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.